Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сейсенбі, және де мен өзімнің влогымды бастаймын. Мектепке келдім, және де бізде қазір ешқашан қайталмайды. Қартаймайды дейді. Әдеттегідей бізде қазір орыс тілі сабағы болады. Міне, қыздар. Привет, сендер. Ассалаумалейкум. Кешіріңдер мені. Сәлем. Кетіп қалайықшы, давайте все. Мөлдір, үй жұмысын жасамаған, еще ойын ойнап отыр. Жұмыс жасамаған деймін, сақтаған жоқ. Мен бір адамға сұрадым. Тупийлер. Хорошо. Мен сен неге қазір жасамайсың? Я жасамаған. İki çayına düşmüş baş. Кім ол? Брайан Мапс? И закончу только сегодня. Да. Мут по жизни. Технология. Всем привет! Я не забрала волосы дома и придется заплетать их не дома. Вау, логика! Сделай опять. Все қазір көрсетейін. Бізде қазір биология, екінші сабақ. Олар кетіп қалды, олар білмеймін жиналып отыр, актив залға бірдеңе үшін. Класста тек қана қыздар. Неге майса бересің? Мен қақшыда тамақ ішіп алмай жүрмін. Класста қыздардан басқа ешкім жоқ. Обида. Киімді де. Ең қарапайым киімді де сәті қолға көмектеседі. Технология сабақ. Привет. Мейк-ап. Көз астына крем. Пудра. Скульптор. Қашаш болды. Дарья. Ағашыңа тұсында Мастер-класс ба? Әлген үстіне және мұрынға. Сосын қабақтың астына Біз технологиядан боянуды үйреніп жатырмыз. Знаешь, как я футболку сделала? Что мы смотрим? Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін менің влогымның екінші күні. Және де көріп тұрғандарыңыздай, мен қазір мектепке барамын. Ой, бізде қазір 6-шы сабақ болып жатыр. Әдебиет. Бағанда мен видео түсірген жоқпын, себебі бізде ашық сабақтар болды, дене шынықтыру болды. Мүлдем уақыт болмады телефонды алып түсіруге. Осыдан кейін бізде биология бар. Осындай біздің класс. 9-шы класс болса да әлі сөйтіп қаласады. Мектептен келді. Асығыс жиналып алдым, оның себебі қазір мен бір жерге қонақ ретінде шақырылған болатынмын, сондықтан сояққа баратын боламын. Аутфитім менің осындай, өзімнің сүйікті көйлегім, және де сүйікті прическамен. Солай. Бүгін қыз елдің көркі деген курсқа үйірмеге қонаққа шақырған болатын. Міне осы қыздар.
Сәлем. Сәлем жолдап жіберіңіздер. Сәлем. Мінекей. Осылай қыздармен әртүрлі тақырыптарға талқылап отырмыз. Бүгін мен влогымның 3-ші күні. Қазір 4-ші сабақ геометрия болады, ал әзірге бізде қоңырау. Біз мана биологиядан сор жаздық. Сол қарным ашып тұр менің. Влогым жайлы тіптен ұмытып кетіппін. Мен инстаграмға видеом түсірдім. Қазір соны монтировать етіп салатын боламын. Кейіннен сабағымды жасаймын ертеңгі. Сондай менде қазіргі жоспарларым. Всем привет, это влог Несажанки Z. Извините, что я вами. Бізде қазір 3-ші сабақ болады, орыс тілі. Басқа кабинетке келдік. Амина. По взгляду уже понятно, что я мешаю, и мне пришлось уйти. Я это выложу. Привет. Я, обратясь к Пугачеву, сказала ему с веселым видом: «Ах, я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за ту дороги. Уловка моя удалась». 5-ші сабақ. Сол. Қайтадан ойнай отыр. Мен үйде жазған үй жұмысым. Сабақ жазып жатқандықтан аз түсіремін. Осыдан кейін құқық болады. Сосын үйге. Тест жасап Бармаса отырады ма? Осымен менің влогым аяқталады. Және де оның кенеттен үйде аяқталуының бірден бір себебі маған мектепте влог түсіруге рұқсат еткіздірмей қойды. Жоқ, мен әлі влогтар түсіретін болам алда, бірақ осы влогым осылай кенеттен аяқталуда. Егер де осы видеом ұнаса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Сонда мен влогтарды жиірек түсіретін боламын, және де видеоларды да. Себебі мен білетін боламын сіздерге менің видеоларым ұнайтынын. Және де менің инстаграмма міндетті түрде YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.